Сәлем достар, бүгін сіздермен анардың адам денсаулығына пайдасы жайлы ақпаратпен бөлісеміз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Анар дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы жеміс. Анар құрамындағы витаминдер В, С, Е, П дәрумендері мен калий, иод, темір, кремний, кальций сияқты минералды заттар көптеп кездеседі. Энергия беріп, шөлді және шаршағанды басады. Денені, жүректі асқазанды және тіс еттерін қуаттандырады. Артериялық қысымды түсіреді, асқазанның қабыну, ауыз жарасы үшін де пайдалы. Иммунитет жүйесін күшейтеді, қатерлі ісік жасушаларының дамуында кедергі болып денені қорғайды. Қандағы холестерин деңгейін және қан қысымын түсіреді. Тамырдың бітелуін алдын алып, тамырларды ашады. Осындай қасиеттері ең жүрек пен тамыр ауруларына қарсы қорған болады. Қандағы қант мөлшерінің деңгейін тепе-теңдік ұстап, қант диабеті ауруларына пайдалы болып келеді. Тері ауруларына да пайдалы. Анар шырыны дауыстың шығуына да көмектеседі. Гемоглобинді жоғарылатады. Анардың ең танымал қасиеті анемиямен күресу. Анемия кезінде сұйылтылған анар шырынын күніне 3 рет тамақтан 30 минут бұрын 2 ай бойы 500 граммнан ішіңіз. Гемоглобинді арттыру үшін сізге анарды қолдану жеткілікті. Сонымен қатар оның құрамында темірдің сіңуіне ықпал ететін С дәрумені көп. Халық медицинасы анардың жемісі ғана емес, жапырағын, қабығын, тамырын да емге қолданған. Мәселен, бала емізіп жүрген ананың омырауы жараланып тілінетін болса, анар жемісін, қабығын ұнтақтап жарыққа сепкен. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам Мән Тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.